Саламатсыздар ма бағбандар? Былтыр физалистің түрлерін ектік. Сол физалист туралы қазір сіздерге қысқаша мәлімет айтайын. Физалистің 3 түрі болады. Овощной, ягодный және декоративный деген. Декоративный түрі тек әдемілік үшін егіледі. Міне, қазір сол туралы айтам, егуге болмайды екен оны. Мына вкусная забава. Міне, көшетін егеміз тұқымнан. Осы көшеттерді бір-бірлеп пикировка жасаймыз. Бір-бірлеп стакандарға, топыраққа бөлек отырғызып, содан кейін кішкене өскесін бақшамыздың атызына отырғызамыз. Бұлар қызанақ тұқымдастар. Бұлар ешқандай аурумен ауырмайды, зиянкес түспейді. Өте сондай бір өзі мықты дақыл. Ексеңіз жақсы жеміс береді. Тек құнарлы жерге отырғызып, уақытында суарсаңыз, өте көп суарудың да, жаңағы жиі суаруды да қажет етпейді. Осындай кішкентай, мынау үлкен болып көрініп тұр, бірақ бұл кішкентай кәмпит сияқты мынандай қауызынан ашып жей беретін балдарға жақсы бір ягода, жидек, қазақша айтқанда. Оның мына королек деген түрін ектік. Бұл овощной. Бұны бірден жеуге болмайды. Бұл үлкен болады. Қызанақ сияқты үлкен болып шығады. Кәдімгі осындай үлкен болып шықты. Оларды біздер бал пісірдік. Варенье пісірдік, бал сияқты болып шығады. Тосап дейді ғой қазақша. Соны пісірдік. Тосап пісіргенде бал сияқты болып шығады. Тартымды тосабы. Бұны егуге болады. Және бір түбінен 2-3 килограммдай жаңа жемісін жинауға болады, үлкен болғасын. Міне миниатюра дегенде еккендім. Мына жерге бір түбін еккенмін. Әдемі қызыл фонарик болып, әдемі болып тұрады дегенсің. Енді өкініп отырмын. Өйткені мынау былтыр тамыры қалып қойған. Бетін осай жұлып алдым ғой. Енді қараңыз, мына бүкіл атызды жайлап кетті, қараңыз мына. Жұлып тастап едім, қайтадан шығып тұр. Ана жерде 3 метрлік розаның түбінен шығып алған. Барлығын жұлдым, мына жерге былай тарқаған. Ана жерде 2,5 метр жерден шығып тұр. Декоративный физалисті екпеңіздер, мына соның ішінде мына миниатюра деген. Қазір мен құтыла алмай отырмын, мына атсыздың барлығын жайлап кетті. Осындай түрлері болады, алып егіңіздер. Ғаламтордан қарағанда ягодный, овощной деп бөлінеді. Сол өзіңізге керектісін таңдап алуыңызға болады. Міне ягодный сорттар мынандай вкусная забава, золотая россыпь, сюрприз деген. Королек сорты былтыр түскен тұқымнан мынандай болып шығып тұр атызда. Бұны бір ексеңіз, жыл сайын өзі сол орыннан түскен жемісінен шығады. Ал колокольчик деген түрі дәнінен шықпады биыл. Тек осы миниатюра шығып тұр. Декоративный және мына королек